Анау Макамул Ибрахим тұр ғой, көріп тұрсыздар ма? Мен көрсетейін позицияны. Анау мен Макамул Ибрахим. Соның артында тұрып, тауап жасап болғаннан кейін, 7 рет айналып болғаннан кейін намаз оқиды. Міне мына кісілер сол намазды оқып жатыр. Тауаптан кейінгі. Одан кейін зәм-зәм суын ішесіздер, қараңыздар. Көңіл беріңіздер. Міне мына жерде no gold деп жазылып тұр. Мынау жылы деген сөз, достар. Жылы болғанда комнатный температура. А мынау салқын деген сөз. Мен енді салқын іше беремін. Сіздер егер салқын ішіп үйренбеген болсаңыздар, онда мына жылысынан ішіңіздер. Салқын ішсеңіздер, бірден тамақтарыңыз ұстайды. No, not gold. Суық емес деген сөз. Ағылшынша жазған ғой, түсіндіңіздер ме? Өйткені суық ішіп, мына жерде терлеп жүресіздер де, келіп бірден суық ішкеннен кейін сразу тамақ ұстайды. Көп адамдарда солай, достар. Сондықтан рисковать етпеңіздер, жылысынан ішіңіздер, комнатный температурадан. Енді зәм-зәм суын қалай ішеміз? Зәм-зәм суын қағбаға қарап, дұға жасап ішеміз. Негізі ішіңдер, жеңдер, отырып деген, достар. Зәм-зәм исключение, тұрып ішуге болады. Даже сүннет бұл осылай ішу. Бисмилля.